15 мың теңгеге 3 бөлмелі пәтерді қалай алуға болатынын білесің бе? Экспресс-ка тілшілері осындай ақпаратты жарыққа шығарды. Иә, тағы да баспана жайлы айтамыз. Еліміздегі ең өзекті мәселелердің бірі ғой. Экспресс-ка тілшілері Алматы қаласының әкімдігіне сұрау салған екен. Тегін берілетін баспаналық бағдарламалар бар ма екен? Ойлаш, тегін баспана. Ондай бағдарлама жоқ болып шықты. Әрине, тегіннен тегін кім береді саған? Бірақ сатып алу құқығынсыз жалға алу бағдарламасы бар. 5 мың және 15 мың теңге арасында. Осы пәтерлерде тұрып, өзінің жеке шаршы метрлеріңе ақша жинап алуыңа болады екен. Сарапшылар да тегін баспананың болмағанын қолдап отыр. Тұрғын үй нарығының сарапшысы, тегін берілсе азаматтарда масылдық психология пайда болады дейді. Сол үшін балық бермей, қармақ берген дұрыс дейді ол. Жалға алынған пәтерлер 5 жылға беріледі. Осы уақытта өзіңнің баспанаңа ақша жинап алуыңа болады. Бағдарламаға кімдер қатыса алады дейсің бе? Ақпараттың толық нұсқасы